Сәлем достар, қазіргі заманда сіз байқамасаңыз да жүріп, отырып тұрғаныңызды камера объективтері бақылап тұрады. Яғни сіздің кез келген іс-әрекетіңіз, қателігіңіз бен күлкі тудыратын жағдайыңыз ертең интернетте вирусты бейнеге айналуы мүмкін. Сіздермен бірге Puzzle арнасы. Бүгін біз егер бұл камераға түсіп қалмаса, ешкім сенбес те еді деген топтамамызды жалғастыратын боламыз. Бұл қазір тағы да лайк басып тіркелуді сұрайды деп тұрған шығарсыз. Жоқ, лайк басқысы келген адам онсыз өзі басады ғой. Мен білем, көрермендерім онсыз мені жақсы қолдап жүр. Тіпті осы видео көп лайк пен тіркелу жинайтында мен сенімдімін. Бастысы, видео біткен соң оны туыс достарыңызға жіберіп, жақсы көңіл күймен бөлісе отырыңыздар. Ал мен жалғастыра берейін. Қолда тұрған смартфонды құлатып алу қандай жаман сезім екенін айтпай-ақ қойсам да болады. Бірақ оны құлап бара жатқанда қағып ұстап алу жанында мақтаныш пен қуанышты тудырады. Ал осылай эффекті ұстап алу кез келген адамның қолынан келе бермейді. Бірақ әр адам мысық тәрізді реакциясымен мақтана алмайды ғой. Мына еркек жаңа дайындалған пиццаны бір иіскейін деп оны жерге түсіріп алады. Содан не керек, ашулы болып қалған пиццасын да жерге шашып тастайды. Үйге кіріп алып бургер фри жеп кола ішемін деп армандап бара жатқан жігіт дәл есіктің алдында құлап түсті. Оның ашуын толықтай түсінемін. Бірақ тамақты осылай тебу артық болған сияқты. Жай жүргенде көз алдына қарап жүру керек қой. Мына екі адамға да соны айтар едім. Екеуі екі түрлі жаққа қарап келе жатып, ақыры соқтығысып қалды. Бір жақсысы ерегесіп кетпеді. Осы жағдайға түсінумен қарады. Жалпы біреу басқасын өткізіп жіберсе де болар еді. Солай осы жігіттер де ұқсас жағдайға келді. Бірақ олар соқтығысып қалмады. Біреуі екіншісін өткізіп жіберейін десе, басқасы дәл солай екіншісін өткізіп жібермек болды. Менің ойымша кез келген адамда осындай жағдай болған шығар. Не дегенмен осындай сәттерде адамдар бір-бірлерін түсіне білу керек, тура мағынада түсіне білу керек, кім қай жаққа бұрылады дегенде. Мысалы, мына жұп жаңа тоңазытқышты сатып алып, үйге кіргізбекші болғанда, екеуі оны өз жағына тартып, ақыры жаңа техниканы құртып сындырды. Жалпы үйдегі жаңа заттарды сындырудың шебері ол кішкентай балалары. Мына видеодағы түскен сәтте бала тұрып джойстикпен экранды бір-ақ ұрды. Енді біреу бүгін таяқ жейтін сияқты. Ата-анасы үйдегі заттардың жиі сынған байқап, бөлмелеріне жасырын камераларды орнатып қойыпты. Ақыры қылмыскер келесі күн-ақ табылды. Ол экранда көрген жаман кейіпкерлерді жазаламақшы болып, теледидарды бір-ақ ұрып сындырды. Кейде үйге камераларды орнату пайдалы сияқты. Алайда қырғызстандық азамат үйіне камераны әйелінің адалдығын тексеру мақсатында қойыпты. Болды, ажырасамын деген сөздерін қағазға жазып, өзі тығылып қалады. Әйелі оны көріп, қағазға жауабын жазып, өзі киініп үйден шығып кетеді. Жігіт болды, қатынның нағыз жүзін білдім деп ойлап, әлгі жауапты оқып жатқанында, әйелі жай нанға кетіп бара жатқан жазып қойыпты. Сондықтан бір-бірлерімізге сенімді болып, жақсы көзқараста болайық. Қараңыздар, тіпті иттер бір-бірлеріне деген махаббатты жоғалтпай келеді. Ең жаманы, иттің өз жұбына бір күшті затты алып берейін дегенде ақшасы болмай қалды. Сондықтан ол сыйлықтар дүкеніне кіріп, жақсы әрі жұмсақ ойыншықты өз қызы үшін ұрлап алып кетті. Ұрлық түбі қорлық екенін ұмытпайық ағайын. Мына видеодағы ер адам велосипедті ұрлап кетіп бара жатқан, алайда оны бейжай қалдырмаған азамат артынан айдап барып, ұрланған затты ұрының қолынан жұлып алып, орнына апарып қойды. Ұрлыққа түсу барысында камераға түскен жандар аз емес, бірақ үйді тонауға кірген пілді көрдіңіздер ма? Мен де бірінші рет көріп тұрмын. Ол осы ауладан күнде жайылып тұрған киімдер мен көрпелерді ұрлап кетеді екен. Шынымен де бұл камераға түсіп қалмаса, ешкім сенбес те еді. Мынау да осындай видеолардың бірі. Өз көзімен көрмесең осындай затқа сену мүмкін бе? Жоқ, шынымен де кімде қандай ойлар бар, бұл жерде не болып жатыр? Мен түсіне алмадым. Ал енді мына видеода қолда өсірілген құстарды бостандыққа жіберу сәті. Шынымен де таң қалдырар көрініс. Бірақ осыншама құстар тұрғын жерге ұшатын болса, көшелерде не болатын еді, өзіңіз де білетін шығарсыз. Шамамен мына бейнедегі сияқты болатын ба еді. Жер көктің бәрі қоқыс пен шашылған заттар. Жел басылған соң біреуді біраз жұмыс күтіп тұрған сияқты. Жасалынған жұмыстың быт-шыт шығуы да ашуландырады.
Жаңа құйылған бетоннан жүгіріп өткен тиінді біраз адамдардың жүйке клеткаларын жарған болар. Тіпті ешкім құйылған бетонды басып кетпесін деп аңдып тұрғанның өзінде де жануарлар бәрін бұзып кетуге дайын болып тұрады. Жоқ, рас қой, кейде жануарлар сондай кедергі болады. Сөйтіп мына жүргізуші ешкілер жолға шығып қалмасын деген оймен көліктің дабылын басып қалады. Ал ешкілер болса шошығаннан жерге қозғалуссыз құлап қалады. Не болса да көлік жүргізушілері абай болу керек қой. Мысалы, мына жігіт дәретханаға асығып, ақыры осындай жағдайға ұшырады. Жоқ, қалай осылай істеуге болады, мен түсінбеймін. Ал мұнда байқасаңыздар, жүргізушінің мұқият жолға қарамауы темір тұлпардың сынуына әкеп соқты. Достар, мына жерде жүк көлігінен не құлап жатыр? Бөтелкелер ме, қиярлар ма, әлде цукинилер ме? Мен түсінбедім. Дәл солай осы видеодағы жігіт не болғанын басында түсінбей қалған сияқты. Көршісі қонаққа кірмекші болғанда ауладағы ит оған үріп қауып алмақшы болады. Ол болса қорыққаннан досының үстіне мультфильмдердегі сияқты ілініп алды. Видеомызды осы сәтке дейін көріп болған адамдардың күні сәтті өтсін. Айтпақшы достар, біз 2 миллион тіркелуші санына жақындап қалдық. Қолдау көрсетіп, барынша белсенділік танытайық. Лайк басып, пікір қалдырып, арнамызға тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы пазлға жазалу.